Баршаңызға ассаляму алейкум, қайырлы күн. Бүгін біз шоколадный маффинді жасайтын боламыз. Өте дәмді, сочный болып шығады. Бөлінген кезде міне шоколадтары күшті болып тұр. Ал бисмилля деп бастап, ең бірінші жұмыртқаларды жарып аламыз. 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқаға ерітілген сары майымызды қосамыз, өлшеп. Және сүтімізді қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып алғаннан кейін басқа ыдыста құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Ұнды ситадан өткізіп аламыз қопсытқыштан. Үстіне какаоны қосамыз өлшеп. Және де қантымызды саламыз. Және де ұмытып кетпейік разрыхлитель салуды. Мен видеода көрсетпедім ғой деймін. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді жаңағы яичный смесқа қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, бетіне шоколадтарды саламыз. Сіздер любой шоколад қоса берсеңіздер болады. Қазақстанский, мен Сикао шоколадтарын қостым. Егер қазақстанский немесе весовой шоколадтар алатын болсаңыздар, турап салсаңыздар болады. Мен осылаймен сала салдым. Барлығын араластырып, енді формамызды дайындайтын боламыз. Осындай кекстардың формасына салып шығамыз. Әрбір маффиныға 1,5 қасықтай қосып шықтым. Негізі үстіне де шоколад себу керек еді, бірақ мен ұмытып кетіппін. Бірақ сонда да әдемі, дәмді болып шықты. Сіздер осының үстіне бетіне 1-2 шоколадтан қосып жүрсеңіздер күшті болады. Духовкада 180 градуста пісіретін боламыз. 20-25 минутта пісіп шығады тез-ақ. Өте тез дайындалады және өте дәмді болып шығады. Ал ас болсын, сіздермен болған Ардақ.